Сәлеметсіздер ма? Мен Айжанова Мөлдір Жақсыбайқызы, Қарағанды қаласындағы Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Менің сабағыма талдау жүргізетін болсақ, сабақтың тақырыбы Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңіне композициялық талдау. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсініп, бүгінгі өмірмен байланыстыру. Ұйымдастыру кезеңі күннен жылуал тәсілі бойынша күннің бейнесімен қиылған қима қағаздарды бір-бірінің бойындағы жақсы қасиеттерді айшықтап, жылы лебізін білдіру арқылы топқа бөлдім. Сыныптың сабаққа даярлығы тексерілгеннен кейін алдыңғы сабақты түсінгендерін тексеру мақсатында ортуол қосымшасында сәйкестендіру кестесін орындады. Критерий бойынша тез әрі дұрыс жауап берген оқушылар бағаланды. Сабақ мақсатына сай тапсырма ретінде ойлан, жұптас, талқыла әдісін қолдандым. Оқушыларға ақынның өзім туралы өлеңінің композициялық құрылымына талдау тапсырмасы берілді. Қарқын арқылы саралау тәсілін пайдаланып, оқушыларға қойылған сұрақ бойынша және дереккөздер арқылы саралау тәсілі мен ережені еске түсіруге ақпарат бердім. Диалог арқылы саралау тәсілі де қолданылды. Ұсынылған сұрақтар арқылы оқушылар диалогке түсе алды. Құндылықтарды дарыту мақсатында топтық жұмыс кезінде ынтымақтастыққа, ашықтыққа, жұпта жұмыс жасау кезінде ойын еркін айтуға жетелеп отырдым. Өзім туралы өлеңінің аудионұсқасын тыңдатып, алған әсерлерімен бөлісіп, әнге, ұлттық аспапқа деген сүйіспеншіліктерін арттыруға тырыстым. Сабақ мақсатына сай, өлеңдегі соңғы шумақтар мен берілген суретті байланыстыру арқылы ғаламдық мәселелерді анықтатып, жаһандану кезеңіндегі ұлттық бренд домбыраның қазақ тарихындағы орнын дәріптеп, туған елге, жерге деген сүйіспеншілік құндылығы мен ұлы тұлғаларымыздың есімін ұмытпай, құрмет көрсету керектігін еске салдым. Өз ойларын айтар кездегі өмірде көрініс табатын нақты мысалдарға дәлелдер келтіріп, ойларын жүйелі жеткізуге жетеледім. Өнердің өлмейтінін, жыр мәңгілік екенін ұғындырып, дүниеге әлі талай қасымдар келетініне көз жеткізіп, сабақты шәкірттеріме арнаған өз өлеңіммен аяқтадым. Оқушылар сабақтың өн бойынан алған әсерлерін кері байланыс ретінде жаңбыр тақтасында түйіндеді. Үй тапсырмасына Абай, Мағжан, Қасым өлеңдеріндегі үндестікті салыстырып, әдеби сын жазуға берілді.